Халқымызда жақсының аты өлмейді, ғалымның қаты өлмейді деген даналық сөз бар. Ел үшін еңбек еткен ерлердің есімін ұлтымыз ешқашан да ұмытпайды. Олардың атымен елді мекендер, көшелер, мектептер аталып жатады. Жақында қаламыздағы Мұнайлы шағын ауданындағы қос көшеге өзен мұнайының өндірілуіне сүбелі үлес қосқан ардагерлердің аты берілді. Осыған арналған салтанатты жиын болды. Оған облыстан және басқа жерлерден қонақтар, есімі ескеріліп жатқан алғашқы мұнайшылардың Атырау өңірінен ағайын туыстары қатысты. Жиында қалалық мәслихаттың хатшысы Салиха Есжанова сөз сөйлеп, Меңдулла Ғұбайдуллаұлы мен Халидолла Нұрғалиұлының өмірбаянымен таныстырды және олардың еңбегінің бүгінгі өскелең ұрпаққа өнеге болар маңызды тұстарын атап өтті. Жаңаөзен қаласына белгілі мұнайшылар жерлестеріміз Меңдулла Ғұбайдуллаұлы мен Халидолла Нұрғалиұлын еске алу және мұнай саласындағы көп жылғы сіңірген еңбектерін ескеріп, ағаларымыздың құрметіне көше атын беру рәсіміне облыстан және де басқа үлкен қалалардан шақырылған қонақтар, бірге жұмыстас болған азаматтар, еңбек ардагерлері, мекеме басшылары, ағайын тумаластары, осы кешімізге қош келдіңіздер. Сіңірген еңбегін сыйлап, осыдай көше беріп атқаны, жаңа көшені көп рахмет айтқым келеді. Осындағы азаматтарға, азаматшаларға, халықтарға, әкімшілікке, мәжіліске. Ал енді мен Қалекеңді 62 жылдан білем. 62 жылы аудандық партия комитетінде ол кісі органден болдым, мен инструктор болдым істедім. Содан бері бірге келе жатырмыз, өзіміз құрдаспыз. Қалекеңнің азаматтылығын, оның жаңа айтылып кетті, бірқатар жігіттер айтып жатыр. Мекебайда 69-дан ғана білемін, 69-дан көрші болдық, мына бірге жұмыстас болдық. Сөз сөйлегендер ішінде Күріш Тасболатов ағамыз мұнайшылардың туыстарына құтты болсын айтып, қала әкімшілігіне алғысын білдірді. Екі ағамыз да белгілі өткір Маңғыстау облысында тек қана өзен қаласы емес азаматтар еді. Мекеңнің әдемі қылып домбыра тартып, Қалекеңнің Көкшетауын естіп қалай құлағымыздың құрышы қанған кісілер еді. Бүгін Мәкен болмағанмен Қалекең бар, аманшылық болса ертелі Көкшетауды естейміз. Есімі ардақталып жатырған ардагер мұнайшылардың құрмет тақтасын ашу мәртебесіне Өзенмұнайгаз өндірістік филиалының директорының кеңесшісі Тыныштық Базарбаев және қаламыздағы ардагерлер атынан Нұр Өтебаев, қала әкімінің орынбасары Сапар Аманбеков, қалалық мәслихат хатшысы Салиха Есжановалар ие болды. Осы көше әруағы желеп жатсын.